Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осындай әдемі ерекше болатын круассан әзірлейтін боламыз. Заттары өте қолжетімді. Бізге алдыменен сүтіміз қажет, жылы сүт және суымыз қажет. Екеуін араластырып, дрожжымызды және сахарная пудрамызды қосып жібереміз. Осы кезде сахарная пудраны орнына шекер қолдануға болады әбден. Мен тек осы жерде сахарная пудра пайдаландым. Дрожжымызды енді көтеріліп, опора жасаймыз. Көтерілу үшін кішкене қозғап жіберіп, бетін лажы болса жауып қойып қойыңыздар 5-10 минутқа. Сол кезде әдемі болып көтеріледі. Опора болғаны жақсы негізінде. Мінекей бізде опорамыз көтерілді. Енді біз тұзымыз бен ұнымызды салып, қамырымызды илей бастаймыз. Мінекей осылай ұнымызды електен өткіземіз. Міндетті түрде қыздар електен өткізіп барып салу керек ұнды барлық жерде. Енді кішкене венчиктің көмегімен араластырып жіберіп, ары қарай қолмен илей беріңіздер. Мінекей осылай қолмен илеп, енді бізге ерітілген бөлме температурасына сары майды осы илеп жатқан кезде қосамыз. Мінекей осылай қолмен қосып жіберіп илейміз. Сол кезде біздің қамырымыздың сырты майлы болып, біркелкі қалыпқа түсетін болады. Міндетті түрде бөлме температурасына еріп тұрған май болсын. Қатты май болса сіздерге ол иленбейді. Сондықтан осылай қолменен майды қосып тұрып илеңіздер. Бізге бұл тестаны бар ғой, өте көп көтеруге қоя береміз. Әр пайдаланардың алдына міндетті түрде көтеруге қойып қоямыз. Мінекей енді пищевойға орап қойып қоямыз. Ашып, кәдімгі үлкейіп, өзінің көлемінен 2 есеге үлкейгенше қойып қоямыз демалдыруға. Міндетті түрде жылы жерде тұрғаны дұрыс. Жылы жерде жарты сағаттың ішінде 30 минутта осы қамырыңыз дайын болады. Сондықтан міндетті түрде кішкене жылылау жерге қойып қойыңыздар. Енді мінекей бізде қамырымыз көтерілді, өзінің көлемінен үлкейді 2 есеге. Енді қамырымызды алып, біз жұмыс істеуге кірісеміз. Міндетті түрде ұнмен қосымша тағы да жұмыс істейміз. Осы столымыздың үстіне түсіріп, ұнымызды сеуіп, осы қамырымыздан біз 120 грамм, 130 грамм дайын осылай бөлек кесіп алып қоямыз. Бұл біздің екінші қызыл түсті қамырымызға керек болады. Енді осы қамырды осылай жаямыз. Бірінші алдыменен жаңағы 120 грамм алып қалған тестімізға осы қызыл бояуымызды құйып, гельвей бояу, бұл жерде менде кішкене ғана тамызды. Мінекей енді осыны жақсылап илеуіміз керек. Қолдарыңызға міндетті түрде осылай перчатка киіп алу керек. Негізі менде перчатка болмады, сондықтан қазір мен пищевойды орап, солай болса да илеп жатырмын, қолыма не қылмасын деп. Осылай жақсылап тұрып илеңіздер, қамырыңыз қып-қызыл түске енгенше. Мінекей бізде дайын болды. Енді біз тестімізбен үлкенімен жұмыс істей бастаймыз. Оқтаудың көмегімен жаямыз. 4 бұрышты қалыпқа келгенше соған ыңғайлап жайыңыздар. 4 бұрышты қамыр шығу керек бізде. Мінекей осылай, ал жұқалығы 5 мм-дей болса болады. Сондықтан дәл осылай созып жан-жағына қарай жая беріңіздер. Қамыр ешқандай жыртылмайды. Жұмсақ қамыр болғанменен өте созылғыш болып тұрады бұл қамыр. Енді бізге сары май қажет. Сары майымыз жаңа айтқанда бұл тоңазытқыштан шыққан. Мен осылай жұқалап, осы қамырдың ішіне өлшеп, осылай кесіп дайындап қойғанмын. Бізге осы қамырдан слоеный қамыр шығару керек. Самсаның қамыры ұқсатып ше. Дәл осылай арасына жауып жіберіп, екі жағынан жауып, қамырымыздан майымыз шығып кетпес үшін осылай үстінен жай ғана баса отырып илейміз. Слоеный қамырда қалай илеу керек екені негізі білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Егер тортпен айналысып жүрген қыздар болса, осылай екі бетін қайтадан кері қайтарып, осылай кері қайтару арқылы осылай слоеный қамыр шығаруымыз қажет. Және басқан кезде біз
тым қатты басуымызға да болмайды. Және майымыз міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болу керек. Әйтпесе бізде дымға жарамай қалуы мүмкін, шығып майымыз еріп кетуі мүмкін. Менде тоңазытқыштан шыққан қамыр болса да, май болса да, мінекей осылай жандарынан кішкене шығып кетті. Осылай слоеный етіп жасайсыздар. Енді осы қамырды бізге үлкен 4 бұрышты етіп жаю керек. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңызда енді біз қамырымызды үлкен 4 бұрышқа айналу үшін дәл осылай жайып жатырмыз. Бұл өте ұзақ процесс, өте ұзақ жаясыздар және өте баяу жаясыздар, әйтпесе қамырларыңыз жыртылып кетеді. Сондықтан мінекей дәл видеодағыдай етіп жайып шығыңыздар. Қалыңдығы 5 мм болады, дәл сондай етіп 4 бұрышты етіп жайып шығыңыздар. Мінекей енді қызыл түске боялған тестімізді жаюға кірісеміз. Бұны өте жұқа етіп жаямыз. Және мен сіздерге айта кететінім, көлемі қандай болады десеңіздер, ол көлемін қандай етіп, қандай болғанын қалайсыздар, соған байланысты өздеріңіз дәл сол размерге туралап жая берсеңіздер болғаны. Мысалға, мен астына описанияға жазып кетемін, қамырды қанша миллиметр, қанша сантиметрге дейін жаюыңыз қажет. Мен осы видеода жайылған размерді сіздерге қазір көрсетіп кетемін. Ал былайынша өздеріңіз қанша қылып шығарасыздар, соған байланысты жасай берсеңіздер болады. Енді астыңғы бөлігіне жайған қамырымыздың бетіне қызылымызды қойып, осылай жан жақтарын созып келтіре беріңіздер. Ешқандай жыртылмайды. Осылай бетіне екеуін бетпе-бет қылуымыз қажет. Ал артық жерлерін міндетті түрде кесіп тастаймыз. Бізге ровно қамыр қажет. Ровно болу үшін артық жерлерін міндетті түрде кесіп тастаймыз пышақпенен. Осылай 4 бұрышты етіп, мен артық қамырларын алып тастадым. Дәл осылай видеодағыдай етіп сіздер де алып тастаңыздар. Өйткені бізге бір тегіс қамыр қажет болады. Маған енді осы ұзын қамырдың ортасынан тағы да бір бөлу керек. Мінекей ортасынан тағы бөліп жатырмын, себебі маған үлкен емес, кішірек круассандар қажет. Сол үшін осылай ортасынан бөлдім. Сіздер егер үлкен қыламын десеңіздер, осы күйінде кесе берсеңіздер болады. Мен осылай кішкене қылу үшін осылай бөліп алдым ортасынан. Енді қамырымызды осылай қиғашынан кесеміз. Мінекей дәл видеодағыдай етіп, екі жаққа қисайта отырып осылай кесесіздер. Яғни ромбек болады. Енді ортасын қайыратын жерімізді кішкене кесіп аламыз, себебі қамырымыздың ұшы екі жаққа қайырылу үшін. Мінекей сосын осылай ораймыз. Мінекей осылай әдемі форма болып шығады бізде. Барлығын кезегімен осылай жасап шығыңыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана ұшын дәл ортасынан бір кесіп жеріп барып ораңыздар. Сол кезде екі жаны сіздерге мінекей шығыңқы болып тұрады, ол әдемірек көрінеді. Мінекей дәл видеодағыдай етіп жасай берсеңіздер болады. Барлығын кезегімен осылай мен де жасап шықтым. Сонан соң пергамент қағазымызды төсеп, табамызға кезек орналастырып шығамыз. Қыздар, сіздерге жасалу жолы өте түсінікті болды деп ойлаймын. 180 градуста 25-30 минутқа пештеріңізге енді осы қамырларды пісіріп алуларыңыз қажет. Бетіне ешнәрсе жақпаймыз. Мінекей табамызға осылай барлығын орналастырып, көтерілгенше қойып қоямыз міндетті түрде. Мінекей пештен бізде пісіп шықты. Қараңыздаршы, қандай әдемі, арасы слоеный, дәмі өте керемет болатын осындай круассан шықты. Және дастарханға қойғанда өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Мінекей көтерілген соң барып пешке саламыз. Осыны ұмытпаңыздар. Қойып настойкаға сосын барып пешке салып пісіріп аламыз.